Баршаңызға сәлем, сіздермен арайлым. Менің анама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып өтіңіздер. Бүгін беломор балығынан шашлык дайындайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Ең алдымен балықтардың барлығын жақсылап тазалап, іші сыртын жуып, басын бөлек алып аламыз. Басын тастамай, мен алдыңғы рецептерді бөлісіп өткенмін. Бастан уха жасасаңыздар болады, өте пайдалы тағамдардың бірі. Мен басын уха жасап жібердім, ал қалған бөліктерінен шашлык дайындайын деп жатырмыз. Мінекей осылай барлығын кесіп алып, төрт бұрышты кубик тәріздес етіп кесіп шығамыз. Кескен кезде үлкен-үлкен көлемде етіп кесіңіздер. Себебі балықтың шашлыгы піскеннен кейін жиырылып, кішкентай болып көрініп қалуы мүмкін. Сол себепті үлкенде етіп кескен дұрыс. Мінекей дәл видеода етіп осындай көлемде кесіп шықтым. Таза құрғақ ыдысымызға барлығын кесіп салып алдым. Бұл балық өте пайдалы тағамдардың бірі. Менің арнамда көрсеңіздер, балықтан неше түрлі тағамдар жасауға болады, солармен бөліскем. Мінекей осы көлемде барлығын кесіп алдық. Енді ішіне қосатын заттарымызды көрсетіп өтейін жеке-жеке. Чеснок, осылай мынандай аджика, шашлыктың дәмдеуші, китайский солымыз, қара бұршымыз қажет болады, және де араластыруға майонез қажет болады. Мінекей осылай барлық дәмдеушілерді сеуіп, үстінен чесногымды майлап, турап, жақсылап араластырып, 1,5 сағат көлемде мариновка жасап, осылай отта пісіріп алдым. 20-25 минут көлемінде айналдырып отырып, қызып тұрған шоқта пісіріп аласыздар. Мінекей піскен кезде осылай аппетитно болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте керемет болып шығады. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Қолдауларыңызға рахмет.